менің арманым дәрігер болу. Дәрігер болуды жаным сүйеді. Дәрігер ол өзінің адамдарға берген шипасы, адамды сауықтырып, адамдарды өмір сүруге күш салатын жандар. Дәрігерді халқымыз әдетте ақ халатты абзал жандар деп атайды. Себебі олар науқастарды емдеп, олардың жандарына араша түседі. Науқастардың жазылып кетуіне бар білімін, күш-жігерін жұмсап, аянбай еңбек етеді. Бірақ соңында емдеген адамын жазылып кетсе, одан асқан қуаныш пен бақыт жоқ деп ойлаймын. Бұл деген сенің еңбегіңнің бағаланғаны. Дәрігер болу үшін өз жұмысыңа салғырт қарамай, тиянақты болу керек. Себебі адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнуі мүмкін. Болашақ мамандығымды дұрыс таңдадым деп нық сенемін. Менің болашақ мамандығым туризм. Туризм дегеніміз адамның арнайы бір уақыт аралығында жан сергітіп демалыс қабылдауы. Туризм тек шетелдерде ғана жүзеге аспайды. Сонымен қоса елдегі табиғатты керемет жерлерді немесе демалыс орындарында болады. Ал туризм маманы болса, осы кісілердің ойдағыдай демалуын қарастырып, уақытын барынша қызықты өткізуіне қолайлы жағдай тудырады. Бұл мамандық саяхат, шетелге шығу, мәдениетпен танысу секілді ықпалдармен жұмыс жасайды. Туризм мамандығы бір сөзбен айтқанда бизнеспен айналысудың бір түрі. Осы мамандықты таңдай отырып, Қазақстандағы туризм саласына дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Менің болашақ мамандығым ол физика пәні мұғалімі. Физика пәні менің мақтанышым, өзімді дамыту, таныту және түсіну үшін осы пәнді сүйіп оқимын. Физика әлемді түсіну. Физика пәні арқылы менде теориялық білімдерді практикалық жасауға мүмкіндік бар. Осы пән арқылы мен физикалық оқиғаларды, түрлі эксперименттерді орындауға болатын техниканы үйрену мүмкіндігін алдым. Физика пәнінің маңызы мен өмірімнің бір шындығы физика пәні мен дайындалуға, дамуға және өзімнің мақсаттарыма жету мақсатында көмек көрсетеді. Менің болашақ мамандығым геолог. Бұл мамандықты таңдауға табиғатқа деген қызығушылығым мен жаңа жерлерді зерттеуге деген құштарлығым себеп болды. Геолог жер қойнауын зерттеп, пайдалы қазбаларды табумен айналысады. Олар мұнай, газ, көмір сияқты геолог болу әрі жауапкершілік экономикасында мамандық саяхаттауды, табиғат сұлулығын көруді және білім алуды қажет етеді. Мен болашақта осы салада еңбек етіп, Қазақстанның дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Менің таңдауым IT маманы. Менің қызығушылығым компьютерлерді жинау, құрастыру және де компьютер ішіндегі программаларды білу. Мен өз таңдауымды бірінші орынға қойып, ақпараттық технологиялар жүйелері мамандығын таңдаймын. Бұл мамандық өзінің артықшылықтарын және қызығушылығымды одан сайын арттырады. Бұл мамандық қазіргі жылдам дамып келе жатқан әлемде технологиялар әртүрлі салаларда маңызды рөл атқарады. Бұл IT-ді ең сұранысқа ие салалардың бірі. Біріншіден IT технологиямен айналысатындар үшін көптеген мүмкіндіктер береді. Бұл күн сайын және қызықты тапсырмаларды ұсына отырып, үнемі дамып келе жатқан сала. Мұғалім мамандығы барлық мамандардың анасы.